Ал, кеттік. Құрметті қазақ елі, құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Қылышынан қан тамған 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің ардагері, заңгер Ләззат Рахымжанқызы Жапашеваның 9 айға жуық уақыт Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы түрмеде қамалып жатыр. Қарасай ауданындағы Жаңа Тұрмыс ауылындағы қара халықтың жерін қайтару үшін 2 жылда 20 жылдық шешім шықпаған істі 2 жылда тергеп 18 томдық қылмыстық істі анықтап шыққан Ләззат Жапашқызын жазықсыз қамап тастады. Ләззат Рахымжанқызы Жапашева 2 рет инсульт алған, инфаркт алған, денсаулығы сыр беріп, бүгінде тас зынданда, темірде, түрмеде, тар қапаста ауырып жатыр. Желтоқсандықтар әділдікті талап етеміз. Ләззатқа бостандық! Бостандық! Бостандық!